Сәлем қыздар, енді біз қазір Taobao-ға кіреміз. Біріншіден біз Taobao-ны өзіміз телефонымызға жүктеп алуымыз керек Play Market-тен. Поисковикке Taobao деп жазамыз және өз телефонымызға жүктейміз. Жүктеліп болғаннан кейін открытті басамыз. Ашамыз Taobao-ны. Оранжевыйды басамыз. Және де бізге Taobao-ның главный экраны ашылады. Енді өзіміздің логин паролімізді жазып Taobao-мызға кіруіміз керекпіз. Өзімізді жеке профилімізге. Ол үшін астындағы мына домалақ смайлик тұрған, соған басып өзімізді жеке профилімізге кіреміз қыздар. Басамыз. Енді ол жерде осындай окошко ашылды қыздар. Бұл жерде снимок экраны жасалынбайды, одан кейін қара болып тұр. Бұл жерде біз өзіміз үстінде логинімізді, астымызда паролімізді жазамыз, Alipay-да тіркеген. Одан кейін оранжевый кнопкамызды басамыз, содан кейін барып кіреміз. Мына қыздар, мен тіркеп жатырмын өзім логин паролімді. Сіздерді сол өзіңіздің логин пароліңізді қағазға сақтап қойған, соны жазасыз қыздар. Сосын барып, мына оранжевый кнопканы басамыз. И өзіміздің логин паролімізді жазып кіреміз. Мінекей қыздар, кіріп жатырмыз. Тіркеліп жатырмын міне. Қыздар, бұл біздің личный профиліміз. Личный профилімізға кірдік. Енді қыздар, бұл жерге мен сізге Taobao-мен таныстырып өтейін. Мына біздің Taobao-ның главный страницасы. Бұл жерде үстінде тұрған мысық бізді құттықтап жатыр. Тіркелген үшін құттықтап жатыр. Оның астына крестикті басып, шығып кетуге болады. Так, қыздар, үстіндегі қарамен тұрған, қасында фотоаппарат сурет тұрған, бұл біздің поисковик полямыз. Бұл жерде біз сөзбен іздей аламыз, қалаған қандай киім, женский киім дейсіз ба, мужской, детский киім деп өшірге жазасыз, Taobao сізге іздейді. Мұна тұрған мына фотоаппарат, бұл біз суретпен поиск жасаймыз қыздар. Қалаған затымызды суретпен іздейміз. Одан кейін астындағы мынау значоктар, түсіндірейін. 4 значокты, осы значокты біз қолданбаймыз, өйткені бұл өзі Қытай ішіндегі значок. Қасындағы міне гүл сияқты тұрған значокты қолданамыз. Бұл бізде категориялар, кірек сол гүлге. Міне кіреміз. Енді бізге осындай категориялар ашылды. Бірінші категория тұрған бұл бізде кілең, қыздар киімдері, кофталар, шалбар, көйлек, өшірден қарап таңдауларыңызға болады. Мінекей қыздар қарап. Одан кейінгі категориямыз мужской, рубашки, шалбар, футболка, кілең еркектерге арналған. Келесі категория нижнее белье, іш киімдер, трусы, носки, колготки, гамаш, еркектер және әйелдер, балалар бәрі жиналған. Одан кейінгі категориямыз біздің спортқа арналған кілең, кроссовки, міне очки, купальники, бүкілі спортқа арналған заттарымыз. Велосипед көріп тұрсыздар, міне қыздар. Келесі бұл біздің женский аяқ киімдер. Әйелдерге арналған кроссовки, туфлилар. Одан кейін мужской аяқ киімдер. Одан кейін міне аксессуары, міне сағат, бижутериялар. Полностью қыздар қарап шықсаңыздар болады, асықпай. Одан кейін қыздар астындағы сізге профильді көрсетейін. Міне 5 профиль бар. Біздің ең бірінші профиль міне Taobao деген значогы бар. Үстіндегі точкасымен бұл біздің лентамыз. Бұл жерде бізге Taobao өзіміздің поискта жазған сөздерімізге қатысты заттар, тағы да басқа заттар беріп, ұсынып отырады. Соны бетіп қарап шығуға да болады. Не іздейміз, соны көрсетеді. Одан кейін астындағы екінші глобусын тұрған суреті бұл қытайский соцсеть. Қытайдың ішінде өз адамдар, өз магазиндер, өздер TikTok сияқты ғой, өз видеоларын салып отырады, сатып алған заттарын салып отырады, осылай өшірді қарап өтуге болады.
Так қыздар, одан кейінгі тұрған біздің мына домалақ, бұл біздің Қытай саудагерлерімізбен сөйлесу чаты. Бұл жерде мысалы бір зат алғыңыз келсе, самокат алғыңыз келсе ма, көйлек алғыңыз келсе ма, сол продавецке өтіп сұрауға болады. Мына самокаттың килограммы қанша, мына көйлектің размерлері қалай, мынандай түсі бар ма деп, любой нәрсеңізді сұрап сатып алуға болады, сразу сатып алмай. Осы бұл біздің Қытай саудагерімізмен чаты. Одан кейінгі тұрған мынау корзинаның белгісі, бұл біздің корзинамыз. Өзіміздің қалаған затымызды сатып алам деген затымызды корзинаға салып, жинап, сосын кейін оны бәрін қосып біз сатып аламыз. Одан кейінгі тұрған мынау смайликтің белгісі, бұл біздің жеке профиліміз. Біздің өзіміздің мына жерде логиніміз бар үстінде. Пароль, логиніміздің аты бар мына жерде үстінде. Міне қараңыздар қыздар, мынау ТБ деген бұл біздің логиніміз. Үстіндегі меруерт деген жазу, бұл біздің логиннің аты. Одан кейінгі астындағы тұрған нелерді көрсетейін, звездочка мыналарын мен қазір түсіндіріп өтем сіздерге. Бірінші тұрған бұл звездочка, бұл избранный деп аталады. Бұл жерге сізге ұнаған заттарыңызды звездочканы басып, бүкілін жинап, сақтап отырасыздар. Ұнап қалған заттарыңызды корзинаға жібермей, осы жерге басып сақтап отырасыз. Сосын кейіннен іздегенде тауып аласыз. Екіншісі, бұл бізде избранный магазин, қандай магазин ұнады, сол магазинді сақтап қоясыз. Одан кейінгі төртіншісі, бұл біздің уақыт календар сияқты. Мысалы, қай күні біз қандай зат көрдік. Мысалы, сіз бір зат көрдіңіз, күнін қарап, тауып алуға болады. Осылай әр күнді қарап, затыңызды іздейсіз. Одан кейінгі кошелектің суреті, бұл красный конверт. Бұл красный конверттерді жинап, и скидка алуға болады. Так, қыздар, оның астындағы флажок нелерді көрсетейін, заттар мұны. Біріншісі затымыз біздің бұл төлемге дайын тұрған, төлеу керек болса, осы жерде тұрады мысал затымыз. Одан кейінгі затымыз төленген отправкаға дайын тұрған заттар осы жерде жиналып тұрады. Одан кейінгі мына грузовиктің ішінде бұл жерде уже төленген отправка жасалып жатқан, складқа апара жатқан заттар болады бұл жерде. Бұл грузовиктің басында сандар болады. Мысалы 2, 3, 4, 5 деген, значит, сіздің 5 затыңыз уже складқа жеткізіліп жатыр деген мағына. Енді келесі қыздар, мына жерде домалақ тұр ғой, сол жерге бассаңыздар, бұл уже складқа жетті деген сөз. Бұл оценкаға дайын тұрған заттар. Мысалы, складқа жетілді, енді сіз бізді оценка жасап жіберіңіз дейді. Пока қолыңызға зат тимегенше ешқандай кнопкаңызды баспайсыз, ештеңені оценивать етпейсіз. Одан кейін соңғы тұрған валютамыз, бұл жерде біздің возврат жасалынған. Бір зат, мысалы, возврат жасайсыз ғой, соны осы жерде болады. Одан кейінгі үстіндегі тұрған мына қытайша иероглиф, бұл жерде сіз осы уақытқа қанша зат, қандай зат сатып алдыңыз, бүкілі осы жерде сақталып тұрады. Осы жерге кейін қарап, қайтып сол затты, сатып алған затты қайталап, іздеп сатып алуға болады.